12 мамырда халықаралық медбикелер күні атап өтіледі. Бұл күні адамгершілігі мол кәсіп өкілдеріне алғыс сөздер айтылып, жүрек жарды тілектер айтылады. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз өз өмірін медицинамен байланыстырды. Сюжетімізде олардың екеуі де ақ халатты періштелер, және олар өздерін батыр санамайды. Кез келген жағдайда өз жұмысын атқарады. Жұмыстың оң нәтижесі оларға жауынгерлік рух беріп, және жақсы көңіл күйді сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар олар қарапайым адамдар. Абзал Күнсейітов соңғы 5 жылдан бері Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханада физиотерапия бөлімінде қызмет етеді. Ол массажист. Талдықорған медициналық колледжінің 2017 жылғы көру қабілеті нашар жандарға арналған инклюзивті оқыту массажисті біліктілігінің алғашқы түлектерінің бірі. Абзал туралы айтатын нәрсе өте көп. Біріншіден, оның істеп жатқан тірлігі қазіргі уақытта. Мен оны бір қазіргі уақытқа сол өзінің жағдайына байланысты батыр деп санаймын. Неге десеңіз, өзіне өзі үлкен мақсат қойып, өзіне үлкен жаңағы бағдарлама қойып, біздің ауруханада жұмыс істеп жатыр. Әрбір жұмыс істейтін адам үшін ұжым екінші отбасы болып табылады. Абзал еңбек жолындағы 5 жылдың ішінде өзін тәжірибелі маман ретінде ғана емес, зейінді, жанашыр әріптес ретінде де танытты. Талдықорған қалалық көпсалалы ауруханасының және қалпына келтіру және оңалту бөлімінде біздің мына Күнсейітов Абзал еңбек етеді. Осы салада еңбек еткеніне 5 жыл болды. Осы 5 жыл ішінде бөлімде және аурухана бойынша өте сыйлы, өзінің жаңағы маманына сай. Науқастар жағынан ешқандай шағым жоқ, барлығы жаңағы риза, қолына өте шипалы, еңбек өте бағаланып, осы ауруханамыздың бір бетке ұстар маманы болып еңбек етіп жатыр. Массаж терапевтінің қажырлы еңбегі, оның құнды тәжірибесі және білімін үнемі жетілдіріп отыру науқасты емдеуге оң нәтижелер ғана емес, сонымен қатар оның жеке жұмысына үлкен қанағаттану әкеледі. Бұл Абзалдың басынан өткен сезімдер. Сондай-ақ барлығына жанашырлық таныту керек дейді ол. Және бұл шын жүректен шығу керек. Мен мына бүгінгі күні көп салалы емханаға келіп ем алып жатырмын. Өзім Ескелді ауданының Бақтыбай ауылының тұрғынымын. Осында қызмет жасап жүрген Абзал деген мына оқалау бөлімінде істейтін азаматқа өте ризамыз. Көпшіліктің атынан, өзім атынан ризамыз. Бүгінге келе жатқан мерекелері, медбикелер мерекелері құтты болсын. Шығармашылық табыс, озат еңбек тілейміз, халықтың алғысына бөлене берсін. Мамандыққа деген сүйіспеншілік, пайдалы болуға ұмтылу, әркімге көзқарас таба білу, сұранысқа ие болу. Бұл Абзалдың ізденетін маман ретіндегі қасиеттерінің толық тізімі емес. Мен бірінші келгенде енді қобалжу, енді жаңа қорқақтап жүрдім. Больницаға келгенде, өйткені көзім көрмейді. Коллектив жақсы қарсы алды. Бәрі көмектесіп, жетектеп жүрді, жаңағыдай көмектесіп. Біраз қиындықтар болды енді, жаңадан жұмысқа келгенде. Бірте-бірте ақырындап үйрендік. Коллективта ағалар, тәтелер көмектесіп жүрді, бәрін ертіп, түсіндіріп, бәрін көрсетіп, жаңадан келгеннен кейін жұмысқа. Отделениеға ертіп барып, отделениеде біраз кісілерге массаж жасадым на месте. Осы кабинетте жасадық. Ақырындап үйрендік бірте-бірте. Барлық жерде қиындық болады. Күніне енді ең аз дегенде 15-20 адам әрі қалай енді. Адамдардың келгеніне байланысты, больницаға жатқанына байланысты кісілердің. Келесі кейіпкеріміздің есімі Жадыра Қасымова. 2015 жылы Талдықорған медициналық колледжін бітіріп, 2016 жылы онкологиялық диспансерге жұмысқа орналасты. Ол үлкен жоспарлар жасады. Дегенмен мансабының шыңында жол апатының оның өміріне қайғылы өзгерістер әкелді. Жадыра мүгедек болып, содан бері балдақпен жүреді. Бірақ ол берілмеді. Ол өзін жеңді. Ал соңғы 3 жылдан бері Ақжанел сауықтыру орталығында медбике болып жұмыс істейді. Жадыраның жұмыс кестесі бұл таңертең сағат 9-дан түскі 1-ге дейін. Оған өзінің жағдайына байланысты, мүгедектігіне байланысты, бірінші топта мүгедек болғандықтан бұл бізде қана 4 сағаттық қызмет жұмыс атқарады. Әрине қызмет жұмыс уақыты бізде 5 күн, біз өзіміз негізі 6 күн жұмыс жасаймыз.
Ал Жадраны біз 5 күн жұмыс жасайды, және жыл кезекті еңбек демалысына шығып отырады жыл сайын. Жұмыс уақыты таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін. Жадраның біріншіден мінезі өте жұмысқа, өте жақсы, жайдарлы қыз. Бұл коллективке кіргеннен бастап бірден сіңіп кетуге тырысты. Біздің ұжым Жадраны өте сыйлайды, құрметтейді. Әр уақытта көмектесуге дайын тұрады. Өзінің мүмкіндігі шектеулі жан болғанына қарамастан, бұл әр уақытта келген адамдарға, мысалы бізде барлығы осында келетіндер бар, мүмкіндігі шектеулі жандар. Қай уақытта келіп көмек сұраса да, ол жаңа уколын салса да, системасын, давлениесін өлшеп беруге де, температурасын өлшеп беруге, любой әр уақытта көмектесуге дайын. Өзі жайдарлы мінезі өте жақсы, қарапайым қыз. Мен сондықтан Жадраны сыйлаймын. Қиын күндерді басынан өткерген Жадыра 3 жылдың ішінде орталық ұжымына қосылып, тату отбасына ажырамас бір бөлшегіне айналды. Өйткені ол 4 қабырғада өмірін өткізгісі келмеді. Жас келіншек жұмыс істеп, адамдарға пайда әкелгісі келді. Мүгедектер қоғамдық бірлестігіне Жадыра Талғатбекқызының келгені 2 жылдың көлемі болды. 2 жылдың ішінде еңбегін бағалап көрсетіп жатыр. Келген кісілерді жаңағы шын ниетпен, жылы лебізбен қарсы алып, жұмысына тиянақты қыз. Келген мүгедектердің давлениесін өлшейді, температураны өлшейді, уколдарын салады, алғашқы көмектерін көрсетеді. Еңбегін жемісін жесін, өзінің сондай несіне қарамай қызметін жақсы атқарып жатыр. Оның әрбір науқасқа деген сезімтал көзқарасы алыстан көрінеді. Әдепті, мейірімді, түсіністікпен тыңдап, жігерлендіреді. Жадыраның қуат заряды барлығына жетеді. Мен 2020 жылдан бастап осы Санат Ақжанет қоғамдық мүгедектер бірлестігінде медсестра қызметін атқарамын. Өзімнің жұмыс істеп жатқан жұмысым қазіргі таңда өзіме ұнайды. Әріптестерімге тоже ұнайды, барлығы жақсы. Осы орталықтың директоры Исаева Анар Тұрсынбайқызына өте көп рахмет. Мені жұмысқа алды, барлық жағдайымызды түсінеді. Ол кісіге өте көп рахмет. Барлық бастықтар осы Анар Тұрсынбайына сияқты болса екен деп тілеймін. Құрметті ақ халатты абзал жандылар, келіп жеткен төл мерекелеріңіз құтты болсын. Дендеріңізге саулық тілеймін, өмірлеріңіз баянды болсын. Әрқашанда адам жанының арашасы болып жүре беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Батырларымыз тағдырдың соққысына қарамастан халық денсаулығы мен қоғам игілігі үшін қызмет етуді өз мойындарына алды. Олар өздерінің өмір сүру сапасына ғана емес, сонымен қатар айналасындағылардың да белсендігіне байланысты екеніне сенімді. Бұл ретте Абзал мен Жадыра бірі мейіргер, бірі медбике атағын мақтанышпен алып жүр. Де-факто FM Талдықорған инклюзивті интернет радиосының ұжымы барша қазақстандық медбикелер мен мейіргерлерді кәсіби мерекелермен шын жүректен құттықтайды.